Дана болуға ұмтылу болмаса, өмір үйретпейді. Еркек пен әйелдің әдептілік сынағы олардың жанжал кезіндегі өздерін ұстауы. Егер сізде алма болса, менде де алма болса, және біз осы алмаларды ауыстырсақ, онда сізде және менде бір алмадан болады. Ал егер сізде идея болса, менде идея болса, және біз онымен алмасатын болсақ, онда әрқайсымызда екі идея болады. Ештеңе істемейтін, өмірден гөрі көп қателіктер жіберілетін өмір сауапты ғана емес, сонымен қатар пайдасы да көп. Тарихтан алатын бір ғана сабақ, адамдар тарихтан сабақ алмай жатыр және алмайды да. Ең бастысы, жан дүниені ретке келтіру үшін үш нәрсені қадағалаңыз: шағымданбаңыз, айыптамаңыз, сылтау айтпаңыз. Данышпан не қажет болса, соны істейді. Дарынды қолынан келетін нәрсені істейді. Доңыздармен күресіп, оларды жеңе алмайсың. Киімің лай болғаны ғана қалады. Адамдар кірпіш сияқты, күйген сайын қатаяды. Күлкіге қалудан қорқатын адам ешқашан коньки тебуді үйрене алмайды. Бақытты немесе бақытсыз, сәтті немесе сәтсіз өмір әлі де өте қызықты. Еркіндік жауапкершілікті білдіреді. Сондықтан адамдардың көпшілігі бостандықтан қорқады. Біздің бақытсыздығымыздың сыры бақыттымыз ба, жоқ па деп ойлайтын уақытымыз бар. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында болуы керек. Өмір сенікі. Көңіл көтеруді білетіндердің ақшасы жоқ, ал ақшасы барлар көңіл көтеруді білмейді. Адалдық пен шыншылдық арзан адамдардан күтпейтін қымбат сыйлық. Күтуден шаршайсың, бірақ күтетін ештеңе болмаса, одан да жаман болар еді. Тісі ауыратын адам тісі ауырмайтындардың барлығын бақытты санайды. Кедейлер сол сияқты байлардың барлығы бақытты деп қателеседі. Біз құстар сияқты ауада ұшып, су астында балық сияқты жүзе бастадық. Бізге бір ғана нәрсе жетіспейді. Енді жер бетінде адамдар сияқты өмір сүруді үйрену. Оптимистер өз армандарын жүзеге асырады, пессимистер қорқынышты түс көреді. Адамның ең ақымақтығы қорқыныш, әрекет жасаудан, сөйлесуден, мойындаудан қорқу. Біз әрқашан қорқамыз, сондықтан біз жиі жеңілеміз. Қарыз кез келген тұзақ сияқты, түсу оңай, бірақ шығу қиын. Қашықтық ештеңені бұзбайды, жас айырмашылығы ештеңені бұзбайды, ата-аналар ештеңені бұзбайды, адамдар бәрін өздері бұзады. Есіңде сақта, ақшаға сатып алуға мүмкін болған барлық нәрселер арзан нәрселер. Ешкімге өзіңіз қалаған нәрсені таңбаңыз, әркімнің талғамы әртүрлі. Қартаю қызықсыз, бірақ бұл ұзақ өмір сүрудің жалғыз жолы. Өмір өзіңді табу емес, өмір өзіңді жасау. Проблемалар сізді депрессияға емес, әрекет етуге мәжбүр етуі керек. Сенен бұл туралы сұрамағандарға көмектесуге асықпа, сұрамағандарға кеңес берме, өзіңді, сөзіңді, ойыңды бағала. Қолынан келетіндер істейді, қолдарынан келмейтіндер басқаларды үйретеді. Менің даңқым менің әрбір сәтсіздігіммен өсті. Жақсы көретін нәрсеңізге жетуге тырысыңыз, әйтпесе сіз қол жеткізген нәрсеңізді жақсы көруіңізге тура келеді. Дүние жұмыс істемей ақшаға ие болғысы келетін жалқаулардан және байымай жұмыс істеуге дайын ақымақтардан тұрады. Мен достарымды пейілім жамандығы үшін жоғалттым деп ойлар едім, бірақ байқасам, олар ақша мен уақыт сынауынан өте алмапты. Бақытты өндірмей тұтынуға құқығымыз жоқ. Сіз ашуланған әрбір минутта 60 секунд бақыт жоғалады. Мұз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым оның төтеп бере алатынына барлығының көз жеткізгісі келеді. Сіздің соққыңызға жауап бермеген адамнан сақ болыңыз. Ол сізді ешқашан кешірмейді және өзін кешіруге мүмкіндік бермейді. Қанша айттым, алдыңнан қанша жау алсаң да, бірақ ешқайсысын артта қалдырма. Адам неғұрлым жасы ұлғайса, соғұрлым ол ешкіммен тартыспай жай ғана тұрып, бар жақсылықты тілеп кетіп қалғысы келеді.
Біз істеуді тоқтатқан кезде өмір сүруді тоқтатамыз. Менің қалжыңдайтын тәсілім шындықты айту. Дүниеде одан қызық ештеңе жоқ. Қателерді қалай түзетуге болатынын білмесеңіз, оларды көрсетпеңіз. Егер адам жолбарысты өлтіруді қаласа, бұл аңшылық деп аталады. Ал егер жолбарыс адамды өлтіруді қаласа, бұл қанішер деп аталады. Ақша өмірдегі ең маңызды нәрсе емес, бірақ мұндай бос сөз айтпас бұрын оны иеленуді ұмытпаңыз. Сөйлеуді үйренді, өсті, үндемеуді үйренді, ол дана болды. Жек көру қорқақтың өзі көрген қорқынышы үшін кек алуы. Егер бір күні бақыт қуып бара жатып, көзілдірікті іздеген кемпір сияқты оны тапсаңыз, бақыт әрқашан мұрныңызда болғанын көресіз. Білген жасайды, білмеген басқаларды үйретеді. Адамдарды өздеріне мүлдем қатысы жоқ нәрсе қызықтырады.